Ассаламу алейкум, сіздермен Аяла тәттілері. Бүгін айран, қаймақ, сүтті қажет етпейтін өте дәмді пирог жасаймыз. Ол үшін бізге жұмыртқамызға қантымызды салып, жақсылап араластырамыз. Осы массаны салған ыдысымыз және миксеріміз тап-таза болу керек. Сол кезде осындай 2-3 есеге көбейеді. Достар, біздің массамыз 2-3 есеге көтерілді. Үстіне майды құйып, үстіне еліктен міндетті түрде ұнды өткізіңіздер және қопсышқыз салып, жақсылап араластырамыз. Массамыз біркелкі болу керек, ешқандай түйіршіктер қалмау керек. Осы массамызды 24-26 дециметрлі формамызға құйып, 180 градус қысып тұрған пеште 15-20 минуттай пісіріп аламыз. Әркімнің пеші әртүрлі, сол үшін шпажкамен тығып көрсеңіздер болады. Осылай үстіне қойытылған сүтті құйып, біркелкі жан-жағына жағып шығамыз. Үстіне грек жаңғағын қоямыз. Міне достар, біздің пирогымыз күшті көтерілді. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Алла қаласа, алда әлі өте көп рецепттер шығады.